Шоколадты кекс дайындаймыз. Үйдегі бар азық-түліктен араластыра құя салатын, пеште тез-ақ пісе қалатын кекс жұмыртқаға қант салып дұрыстап миксермен көлемі ұлғайғанша 3-4 минут шайқаймыз. Сары май мен қаймақты қосып, араластырған соң, илеуіштен өткен ұнға ұн қопсытқыш, үстіне какао қосып, жақсылап түйіршіктер болмайтындай масса болғанша араластырамыз. Қамырды кекстерге арналған қалыпқа құйып шығып, үстінен шоколад немесе мейіз, жаңғақ сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пешіңіздің қысымына қарай пісіріп аламыз. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер әдемі келіседі. Жасалу оңай кекстерді шайға жасап көріңіздер. Шайларыңыз тәтті болсын. Шоколадты кекс дайындаймыз. Үйдегі бар азық-түліктен араластыра құя салатын, пеште тез-ақ пісе қалатын кекс жұмыртқаға қант салып дұрыстап миксермен көлемі ұлғайғанша 3-4 минут шайқаймыз. Сары май мен қаймақты қосып, араластырған соң, илеуіштен өткен ұнға ұн қопсытқыш, үстіне какао қосып, жақсылап түйіршіктер болмайтындай масса болғанша араластырамыз. Қамырды кекстерге арналған қалыпқа құйып шығып, үстінен шоколад немесе мейіз, жаңғақ сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пешіңіздің қысымына қарай пісіріп аламыз. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер әдемі келіседі. Жасалу оңай кекстерді шайға жасап көріңіздер. Шайларыңыз тәтті болсын.